Баршаңызға сәлем бердім. Мен бүгін сіздерге қазір хит болып жатқан тары қосылған чизкейктің рецептін ұсынамын. Дәл осы рецепт қолжетімді заттардан жасалады. Ешқандай творожный сыр, сливка іздеп әуре болмайсыз. Жасалуы оңай әрі өте дәмді болып шығады. Егер менің видеом сізге ұнаған болса, лайк басып каналыма тіркеліп, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып кетіңіз. Барлық ингредиенттердің толық құрамын видеоның описаниясына жазып қалдырдым. Ең алдымен жақсылап жуылған тарының үстіне қайнап тұрған ыстық сүтті құйып араластырып, бетін жауып, тары жұмсарғанша бұқтырып қоямыз. Тары шамамен 30 минутта жұмсарады. Енді пирогтың қамырын дайындаймыз. Жұмыртқаға қантты, бөлме температурасында еріп тұрған сары майды, қопсытқышты салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін оның бәрін салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Міне бізде осындай қолға жабыспайтын жұмсақ өте нәзік қамыр шығады. Енді пирогтың салмасын дайындаймыз. Қаймақтың үстіне жұмыртқаны, қантты, кукурузный крахмалды және ванилинді салып, венчикпен араластырамыз. Миксермен немесе блендермен араластыруға болмайды. Енді қаймақты салманың үстіне бағана бұқтырып қойған тарыны саламыз. Тарыда ешқандай сүт қалмауы қажет. Егер сүт қалып қалған болса, ситамен тарыны сүзіп алып қосыңыздар. Енді бағана илеп алған қамырды формаға жақсылап орналастырып шығамыз. Менің формамның диаметрі 23 см. Шетіндегі бортиктерін осылай биіктеу қылып орналастырамыз. Қамырды тегіс етіп орналастырып болғаннан кейін ең соңында шанышқымен тесіп шығамыз. Дайын болған қамырдың үстіне салмамызды бір араластырып құямыз. Енді осы пирогты алдын ала 170 градуста қызып тұрған пеште 1 сағат пісіреміз. Пісіп дайын болған пирогты формасынан бірден ажыратпаңыз. Бірінші бөлме температурасында суытып алып, одан кейін тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Сол кезде біздің пирог өз формасын жақсы ұстап, өте керемет болып шығады. Міне біздің пирог пісіп шықты, өте дәмді, дәмі ерекше болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы, астарыңыз дәмді болсын.